Қасына жаңа серіктерін ерткен Сүлеймен өлеңті ойпатындағы Елсапа ауылына келіп түсті. Елсапа ауылында жоқ екен. Өкімет ауысқалы бері көлденең көк аттадан секемденетін Елсапаның туыстары бұлар қайдан келген адамдар дегендей оның қайда екендігін ашып айта қоймады. Тек Елсапаның інісі Нұрсапа Сүлейменнің кім екенін білгенде ғана баяғыдай бес қаруларыңды сайланып асу белдерден өтіп келе беретін әдеттеріңді әлі тастамапсыңдар ау, әлде сендердің елдеріңде жаңа өкімет әлі орнай қоймаған ба? Бізде ол әбден күшіне мініп, Ташкеннен бері қарай дүркін әскерін аттандырып, жұрттың зәресін алып бітті. Сол құрғыр әскер кім бай, кім ұры десе болды, бәрін қамап, соттап, қортып тынды. Тықырдың өзіне де таянғанын білген Елсапа көкем ауылдан қашып кетті. Жарты жылдан бері ол сонау құрама асуында тығылып, жаңа өкіметпен соғысып жатқан өзбектермен бірге. Мына қызыл киімдегілер оларды басмашы деп атап жүр екен ғой. Басмаш дейсің бе? Әлгі қызылдармен соғысып жүргендер тек өзбектер ғана ма екен? Елекең оларды онша жақтыра қоймаушы еді ғой. Енді келіп өзбектерге қалайша қосыла қалды деді Сүлеймен. Олардың арасында қазағы да, тәжігі мен қырғызы да барға ұқсайды. Бірақ басмашыларды басқарып жүрген түбі қыпшақ. Қазір өзбек болып кеткен Қоратай деген адам екен. Оны Құрбашы деп атайды екен. Сен маған енді нақтырақ айтшы. Елекеңді таудың қай тұсына табуыма болады? Олардың тау қуысының қай жерінде тығылғанын иті біліп пе? Атты адамға 3-4 күндік жол болатын құрама асуында не көп үңгір мен шатқал көп. Бәлкім олар қырғыз асуында жатқан болар. Естуімше басмашылар топ-топқа бөлінеді екен. Әрқайсысында Қоратай секілді бір құрбашылары бар дейді. Іздесең алдымен Қоратайды ізде. Одан соң Елсапаны оңай табасың. Сен немене, шынымен сол жаққа бармақсың ба? Жолдың бәрін қызыл киімділер торып жүр. Ұсталсаң сөзге келмей ата салады. Барам, ердей тау асып келгенде Елекеңді көрмей қайтпаймын. Ол жақтан не бар саған, Сүлеймен? Көрмеген жердің ой шығар көп деген. Әрі мынау Нұрсапа айтпақшы, жол торып жүрген қызылдардың көзіне түсіп қалсаң, айтқан жерден аулақ, басыңа Құран оқитын кісі табылмай қалар. Шынында бұрын өзің көрмеген жерге барудың не қажеті бар? Бұған қоса ол жақ елі көп, тегіс талай емес. Елсапаны қай құздан, қай шатқалдан іздеп әуреленбекшің? Қой, бізбен бірге қайта елге жүр. Бір қыс біздің ауылда қыстасаң болды. Көктемге салым еліңе қайтарсың, деді топышта Қасқабайды қостап. Жоқ, әзірше Сүлеймен алған бетінен қайтқан емес. Алдымнан кездесер қиындық мен үшін қатер емес. Барам деген соң барам. Оны таппай қоймаспын. Қасқабай мен топыш қайта сөйлемеді. Сүлейменнің алған бетінен қайтпайтынын олар біледі. Серігін жарты жолда тастамас болар деген. Осынша жерге дейін бірге келдік қой. Елекең жаққа бірге барайық. Не көрсек те бірге көрейік. Ай Қасқабай ай, қыран жеке ұшады, сырттан жалғыз жортады деген. Өздеріңді зорлап маған ермей-ақ қойыңдар. Көп болсақ көзге түсуіміз оңай. Кей сапарда жалғыз ат, сабау қамшылы жүріс пайда әкелетін сен менен гөрі жақсы білесің. Осы жерге дейін менімен бірге келгендеріңе бек разымын. Сендерге қайтуға рұқсат, жолдарың болсын. Бір беткей Сүлейменге қарсы уәж айта алмаған үшеуі аттарының басын кейін бұрды. Сүлеймен болса Нұрсапаның үйіне бір қонып, ертесіне жолға шықты. Бұлай қарай тура жүре берсең, қызыл белдегі үңгірге тап боласың. Үңгір маңында қызылдардың әскері тұруы мүмкін. Олардың көзіне түспей, таң атқанға дейін сол маңда аялда. Ары қарай құлама жарлы, терең шатқалды тау ішіне бір кіріп кетсең, олардан қауіп жоқ. Одан соңғы қауіп сонда тығылған басмашылардан келуі мүмкін. Егер Қоратайдың жігіттерінен басқа басмашыларға кездесіп қалсаң, ерексе берме. Адам өлтіруді олар мал бауыздаған құрлы көрмейді. Ал енді Құдай алдыңнан жарылқасын.
Сенің нені мақсат тұтып бара жатқаныңды білмесем де, әйтеуір діттеген жеріңе аман есен жет. Елекеңе біздің амандығымызды жеткізіп, сәлем айтарсың, деді Нұрсапа оны шығарып саларда. Шынында алдынан кездесер қаншама қауіп-қатердің барын біле тұрса да, болашағы көмескі сапарға Елсапаны табудан басқа нені мақсат тұтып бара жатқанын Сүлейменнің өзі де білмеді. Бұны мұндай сапарға итермелеген ат жалын тартып мінгелі, бір жерде ұзақ тұра алмайтын дағдысы шығар. Бәлкім Қасқабай мен Нұрсапа елінде де тыныш жата алмайтын білген соң, не пәлеге ұшырасам да әйтеуір күнім ат үстінде өтсін дегені ме? Бұл жағында ажырата алмады. Өмірінде бірінші рет жалғыз өзі сонау ықылым заманнан бері тек ұрылар мен қарақшылардың мекені болған, қазірде ылғи баскесерлер жайлаған құрама шатқал мен тауларын бетке алып ұзақ жүрді. Алғашқы күні түн ауғанша жүріп бір тастың түбіне қонып шықты. Ертесіне жан-жағын жалаңаш жартас қоршаған сайлы жолмен өрлей отырып, күн бесінге таянғанда тегіс ойпанға тұяқ іліктірді. Мұнда келгенде тау ендігі біткен шығар деп ойлаған еді. Қайдан? Қарсы алдында өркеш-өркеш шыңдары бір-бірімен жалғасып созылған тау жатты. Кешегі Нұрсапаның әр шатқалдың түбінен қару асынған басмашылар шыға келуі мүмкін деген сөзі қайда? Қанша уақыт жүрсе де ұшқан құстан басқа тірі пенде кездеспеді. Сүлеймен енді қайда қарап жүрерін білмей, жан-жағына алақтап тұрғанда, тегіс ойпанның шет жағындағы үшкір тастың тасасынан бір адамның басы көрініп, артынша жоқ болды. «Өй, кім бұл? Бері шықсайшы» деп айқайлады Сүлеймен үшкір тастан көзін алмай. Көрінген, не жауап қатқан ешкім болмады. Есесіне қарагерат жер тарпып, күркіре кісінеп тулап қоя берді. Қарагердің бекерден бекер бұлайша мазасызданбайтынын білетін Сүлеймен өздеріне бір қауіптің төнгенін сезді. Сезді де тақымындағы сойылды сығымдай ұстап, үшкір тасқа қарай жүрді. 5-6 қадамнан соң қарагер кілт тоқтап, Сүлеймен қанша қамшыласа да алға жүрмеді. Атының бұл қылығынан кейін оның жаңағы көзіне көрінген адам емес, сірә бір аң болды деп ойлады. Осы кезде қолдарында кезенген мылтықтары бар 4 кісі тас тасасынан шыға келді. Оларды көрген қарагер ышқына тебініп артқа айналды. Арт жақтан да сондай 4 кісі қоршап келеді екен. «Өй, кімсіңдер сендер?» Аттан түс деп ақырды олардың бірі. Әйтпесе қағмаңдайынан атып домалатып сүремін. «Ей, мен Қаратай мен Елсапаны іздеп келе жатқан адаммын. Сенің кім екеніңді кейін білерміз. Аюға ұқсап қонжимай түс атыңнан. Жайшылықта өз ауылында болса, ананың бұлай сөйлеген үшін ат сауырына алып, өлімші етіп тастайтын еді-ау. Атшабар кең жазығы жоқ. Оның үстіне кілең мылтық кезенген адамдардан аз да болса сескенген Сүлеймен айтқандарын істеп аттан түсті. Жерге аяғы тигенде әлгі кісілердің бірі жүгіріп келді де, қарагерді шылауына жармасып, әрі қарай алып кетті. Сүлеймен өңкей сақал мұрты өскен, түрлері қорқынышты мылтықты адамдардың қоршауында қалды. Олар өздерінен әлде қайда биік, зор денелі мұны бірден байлап тастауға жүрексінгендей біраз тұрды. «Қайдан келе жатырсың?» «Жаңа айттым ғой, Қоратай мен Құрбашы Елсапа деген кісіні іздеп жүрмін. Қоратай бізбен басы бірікпейтін адам. Оның досы бізге жау. Қолыңдағы сойылыңды таста» деді жалпақ бет, шүңірек көз пұшық біреуі. Сосын жанындағыларға ақырды. «Сендер неғып тұрсыңдар? Қол аяғын байлаңдар мұның. Үңгірге апарған соң кім екенін анықтармыз». Оның қатарында тұрған жіңішке біреуі мылтығын арқасына асына салды да, беліндегі ораулы арқанды шешіп Сүлейменге беттеді. Оның соңынан қалғандары ілесті. Осы күнге дейін қол аяқтарын біреуге байлатпақ түгілі, басынан сөз асырмайтын Сүлеймен мыналардың әрекеттерін көріп, сойылын оңтайлай көлденең ұстап, тістене сөйледі. «Жақындап көріңдер, шеттеріңнен қырып саламын түге. Атпақ түгілі денемді паршылап шауып тастасаңдар да, өзімді байлатпаймын сендерге». Арқасына қамшы тимеген асау айғырдай құтырған екен нау қазақ.
Жабылыңдар да жерге жығып байлап тастаңдар. Жүдә болмаса иттей қылып атып тастап кетеміз, деді Пұшық тағы да. Алайда ол қанша ақырса да жігіттері Сүлейменге бата алмай, оны айналшықтап жүрді де алды. Бір кезде қолындағы арқанның бір ұшын салбырата айналдырып жүрген жіңішке жігіт айқайлап тұрып Сүлейменге жібін лақтырды. Нақ сол сәтте Пұшық мылтықты аспанға қарай бір атты. Мылтық даусы шыққан жаққа жалт қараған Сүлеймен мойнына анау лақтырған арқанның қалайша орала кеткенін сезбей де қалды. Мұның мойнына орала кеткен арқанды керген басмашылар бәрі бірдей оған жабыла кетті. Демде өзіне үйме-жүйме болып жабысқан төртеуді заматта лақтырып үлгерген Сүлеймен енді мойнындағы арқанды сыпырып тастауға әрекеттенді. Бірақ аналар қайта жабылып, ойындағысын істеп үлгере алмады. Бірі аяқтан, бірі қолына жармасып қалғандары Сүлейменнің мойнындағы арқанның екінші ұшын тарта бастады. Ойлары қалайда мұны құлатып салу. Бірақ олар арқанды бар күшпен тартыласа да, Сүлеймен тырысып құлай қоймады. Дегенмен екі қолмен өзіне жабысқандармен алысып, мойнындағы арқанын босатуға мұршасы келмеген ол, ақыры жерге етпеттей құлады. Сол мезет басмашылардың бірі мылтықтың дүмімен қара құстан аямай бір-ақ ұрды. Сүлеймен сонда да тыпырлап қарсыласа түсті. Соққы екінші рет тигенде көз алды қарауытып есеңгіреді. Осыны пайдаланған аналар қарулармен бұны бас көздемей төмпештеп ұра берді. Аяусыз соққыдан Сүлеймен бірте-бірте есін жоғалтты. Қанша өткені белгісіз, бір уақытта көзін аша қол-аяғы байлаулы. Анадай жерде біреулер күбірлесіп сөйлесіп тұрған сияқты. Ісіп кеткен көздерін әрең ашып дауыс шыққан жаққа көз салса, жаңағы өзін ұрқылатқан басмашылар өзара сөйлесіп тұр екен. Сүлейменнің қозғалақтап өздеріне қарағанын байқаған біреуі айқайлады. «Өй, мынау есін жинады-ей!» Бәрі Сүлейменге таяды. Жанындағыларға басшы болып жүрген Пұшық би деді. «Аяғын шешіңдер. Біреуің мұның атына мініп өзін сурете жетектеп жүріңдер. Ауылында әркімді жеңіп тым есіріп кеткен дәу екен бұл. Қазір үңгірге жеткен соң тағы жуастып қояйық. Сырайыл паруанашы бұған аяғын жалатып қойсын». Үш-төртеуі Сүлейменді басып тұрып аяғындағы байлаудағы арқанды шешті де орнынан тұрғызды. Қарагер атқа мініп алған біреуі арқанның екінші ұшын тақымына басып, үшкір тасқа қарай желдірте жөнелді. Алғашында Сүлеймен құлап қала жаздады. Содан соң аяқтарын қаттырақ басып ат соңына ілесті. «Әй, жай жүр. Біз арттарынан ілесе алмай қаламыз», деп айқайлады Пұшық ат үстіндегі жігітіне. Ол жүрісін баяулатқан кезде, осыншама қырсыққа тап болғанына іштей налып, жарыла жаздаған Сүлеймен отыра кетті. Арт жақта келе жатқандар: «Ей, неге отырсың? Тұр», деп мылтық ұңғысымен арқасынан түйгіштеді. Соққы жанына батқан ол орнынан тұрды. «Қанша қинасаңдар да маған ешкімнің аяғын жалата алмайсыңдар. Қазірше оның бұдан басқа амалы жоқтын. Не істер екен? Бара көрейін», деп ойлады ол. Бұлар үшкір тасты айналып шың етегіндегі жалғыз аяқ қуыс жолмен біраз жүрген соң шығыс жаққа бұрылды. Әудем жер өткеннен кейін бір үлкен жартастың түбіндегі үңгірге келіп тоқтады. Үңгірдің алды буалдыр. Іштен түтін шығып жатқан сияқты. Алдағы басмашы аттан түскенде үңгір ішінен қарулы екі адам шықты. Бәрі де қазақ емес, бірақ қазақша таза сөйлейді. Қалың қабақтарымен ойнақшыған көздері, қоңқиған мұрындарына қарағанда таулық сияқты. Басмашылар Сүлейменді итеріп үңгір ішіне кіргізді. Үңгір дегені арғы жағы ашық, кең алаңқайлы шатқал екен. Шатқал ішінде адам көп. Әр жерге тастан қалап, үстін қамыспен жапқан бірнеше тамдар тұр. Тамдар алдындағы ошақ басында пәрәнжі жамылған 5-6 әйел күйбеңдеп жүр. Сүлейменді жетектеп алып келгендер қолындағы байлауды шешпеген күйі үңгірдің оң жағындағы бір үлкен тамға кіргізді. Там ішінде 5-6 кісі отыр екен. Қақ төрде қара бурыл сақалы кеудесіне түскен бір қария жантайып жатыр. Оның бер жағында сұрғылт жүзді,
зәрдей суық, шегір көздері от шашқан еңгезердей жігіт жайғасыпты. Қалғандарында түстері, рең әлпеттері адам шошырлықтай. Бәрі мынау қандай алып адам дегендей үнсіз Сүлейменге қарап отыр. Әсіресе анау еңгезердей отты көзімен Сүлейменнің тұла бойын тіміскілеп, алақ-жұлақ етеді. Әлден соң төрдегі қария орнынан көтерілді. Қазақпысың? Ныспың кім? Бұл жақта қайдан адасып жүрсің? Даусы қатынның даусында жіп-жіңішке екен. Сүлеймен жөнін айтты. Қария біраз ойланып отырды да: біз сенің сөзіңе сенеді деп тұрмысың? Бүкіл Шыршықпен Қалабасай, Піскент пен Қабырайда, һәм күллі Құрама өңірінде сен сияқты дәу жігітті кездестірген емеспін. Кездестірмесем де естер едім ғой. Сен сірә Ташкенттен қызылдар жұмсаған тыңшысың-ау. Түрің басмашыға ұқсайды деп сені олар әдейі жіберген ғой. Одан да жөніңді айт. Сонда тірі қалдырамыз. Әйтпесе батыр бір оқтық деген. Қанша дәу болсаң да сені бір атып өлтіре салуымыз бізге түк емес. Қасарыспай шыныңды айт. Әйтпесе тура қазір осы жерде атып тастаймын, деді шалдың жанында отырған әлгі түсі суық, еңгезердей кісі наганын бұған қаратып. Қоя тұр. Аюға әліп үйреткен таяқ. Бір жұма зынданда жатып, біздің жігіттердің таяғын әбден көрсін. Одан кейін өзі-ақ аяғымызға жығылады деп, шал оның қолын төмен түсірді. Содан соң Пұшыққа қарап: апарып зынданға таста. Мұның еркін саған бердім. Бір аптадан кейін шынын айтпаса, анау алаңдағы аш қасқырлардың ортасына тастаймыз. Көптен бері олар кісі етін жемей тістері қышыған болар. Өзі 3 қасқыр тоятындай етті, сүйекті екен. Тамға сүйреп кіргізген әлгіндегі басмашы Сүлейменді жабыла итермелеп тысқа қайта шығарды. Сол күйлері есік алдында қаз-қатар тұрған ошақтарды айналып өтіп, дуалы таспен қаланған кішкене үйшікке келді. Тас дуалға арқасын сүйеп отырған 2 мылтықты қарауыл бұларды көріп орындарынан ұшып тұрды. Тағы біреуді әкелдіңдер ме? Бұл үйшік зынданға кіре беріс дәліз екен. Дәліздің аузында есік жоқ. Әлгі екеу бұлардан жауап күтпестен үйшік бұрышындағы дуалға жабысқан дәу тасты итеріп сырғытты. Оларға Сүлейменнің жанында тұрған бір басмашы жәрдемдесіп, дәу тасты үшеулеп әрең дегенде орнынан қозғады. Дәу тастың арғы жағы қап-қараңғы қуыс. Қарауылдың бірі үйшік басында үйіле, умаждалып жатқан арқан сатыны жазып, қуыс ішіне қарай лақтырды. Ал мырзам, енді сатымен төменге түс. Алдымен мұның қолын шешейік те, дәулік көрсетіп алсатын болса атып тастауға дайын тұрыңдар. Пұшық Сүлейменнің қолын шешіп жатқанда, басмашылар қаруларын оңтайлап мұны көздеп, айнала қоршап тұрды. Сүлеймен шешуден босанған қолдарын сілкіп-сілкіп жіберіп, көрініп тұрған қараңғы қуысқа жақындады. Алысқанымен пайда жоқ. Жазатайым атып тастаса, өлігім шын қыздың басында көмусіз қалар. Не болса да қазірше айтқандарына көніп, ақырын күте тұрайын. Сөйтті де арқан сатымен төменге түсті. Зындан түбі терең екен. 3 кісі бойында тереңге түскенде табаны жерге тиді. Апан түбінде үрпейісіп 5-6 кісі отыр екен. Ол бұларды тесіктен түскен жарықтан байқады. Зындан қабырғасы таспен қаланғанын да байқап қалды. Осы кезде «Әй, түсіп болсаң арқанды жіберді» байқайлады. Төбеден түсіп тұрған жарықты көлегейлей қуысқа басын тығып алған біреу. Сүлеймен қолын әлі арқандан алған жоқ еді. Ананың айқайынан кейін қырсығып арқанды екі қолмен бірдей ұстады. Анау арқанды жоғары тартқылап, әуреге түсіп ақ жатыр. «Әй, сатыны жабылып тартайық. Жаңағы қазақ бір шетін ұстап жібермей тұр», деді ол жанындағыларға айқайлап. Арқан сатыға олардың нешеуі жабылғаны белгісіз, бірақ қаншама тартқыласа да ештеңе өндіре алмады. Бірақ ашуланған басмашылар Сүлейменді балағаттап, «Жібер, жібер» деп ауыздарына келгендерін оттап жатыр. «Ағайын, арқанды жібере сал. Әйтпесе төбемізден тас жаудырып бәрімізді бытшытылады», деді апан түбінде отырғандардың бірі.
Осыны айтуы мұң екен, шынында төбеден қойдың басында бір тас алаң түбіне дүңк етті. Артынша екінші тас түсті. Әкеңнің көрін қазақ, жібер арқанды. Көнбесең тас боран қылып өлтіреміз. Сүлеймен арқанды жіберді. Сырттағылар оны тартып алған соң, манағы тасты жабыла итеріп орнына қойды. Бір орнынан қозғалмаған Сүлеймен қайда жүрерін, не істерін білмей қалшиды. Ағайын бер жылжып қасымызға кел деді, жаңағы дауыс түкпір жақтан. Кемедегінің жаны бір деген, біз кемеде емеспіз, әрі оны көргенде жоқпыз. Дегенмен зынданда да жанымыз бір. Бір түссе, бұл жерден тышқанда жорғалап шыға алмайды. Құдайдың басқа салғанын көріп отыра беруден басқа қайыр жоқ. Мына жер қап-қараңғы ғой, қалай жетем сендерге? Көзіңіз ештеңе көрмей тұр әлі, оқасы жоқ. Ал мұндағы мұндарлардың бұл жерге көздері үйреніп қалғаны қашан? Сіз де үйренесіз. Құдай көзді қап-қара қылып бергені қараңғылықта жат санамасын дегені шығар. Берірек сол жағыңызға қарай жылжып, шеткі кісінің жанына отыра қалыңыз. Бәрібір бәріміз құмбыл болып отырған жарыққа таяу күндері шығу жоқ деді екінші кісі. Сүлеймен солай қарай жылжыды. Дуал жағалай 5-6 қадам жүргенде сол аяғы біреудің денесіне тиді. Ақырын, езіп жіберерсің деп шәңк етті анау. Көзі түк көрмесе де адамдардың қатарына жеткенін білген ол, арқасын дуалға сүйей жүрелеп отырды. Қайдан жүрген жігітсің? Мыналардың қолына қалай тап болдың? Сүлеймен басмашыларға айтқан жауабын бұларға да айтты. Бұлар басмашыларға ұқсап мұның сөзін бөлгенде, сенбестік танытып мысқылдаған да жоқ. Сөзін аяқтап болғанда бұдан атын, руын, ауылын сұрады. Осы кезде ғана Сүлейменнің көздері қараңғылыққа үйреніп, отырғандардың сұлбасын аңғара бастады. Отырғандардың саны 7 екен. Бірақ түрлерін анықтап көре алмағандықтан, олардың жастарын шамалай алмады. Иә, өздеріңді тағдырдың қай желі айдап тықты бұл зынданға? Шыршықтың қазағымысыңдар? Әлде маған ұқсап алыстағы ауылдардан келдіңдер ме? Сыр бойындағы қанағат төбеденбіз. Менің атым Төрегелді. Мынау Салықбай деген бауырым. Екеуміз де Қоңыраттың Оразгелдісіміз. Ал бізден кейін отырған мына кісілердің ныспылары Аязбек, Сиязбек. Бұлар да бізге туыс. Сырдағы Алғи руынан. Өзің жақта отырғандар Жызақ жеріндегі Құмшағыл деген елден. Аттары Дөңбай, Түрке, Көкен. Сенікі сияқты біздің де өміріміз құм кешіп, қазақтың байларының малдарын, сарттардың саудагерлерін тонап, қарақшылықпен өтіп жатқан жайымыз бартын. Мына бір жаңа өкімет келіп, құмның қай жотасына, даланың қай сайына тығылсақ та, тышқанды қуалаған мысықтай ізімізге түсіп алып, сансыратып жіберді. Содан соң тауға қарай қашқанбыз. Шыршық үстіндегі түлкі жортқанның сайында Қытайға қашып бара жатқан бір тәжік байының дүние мүлкін тартып алып, Қоқанға қарай өтіп кетпек болғанымызда, мыналардың қолына түсіп қалдық. Өзіміз тонаған тәжік осы басмашылардың басшысы. Сырайыл паруанашының туған ағасы екен. Малын тонаған бізді бірден ата салмай, мұнда неге қамап қойғанына таңым бар. Әлде осылай жадап жүдетіп барып, өлтірейік деді мекен қайдам. Жатқандарыңа қанша мезгіл болды? Күн санап түнді түгелдеуге бұл жерде мұрша бар деймісің? Күніне бір мезгіл аштан өліп қалмасын дегендей, жуынды сорпа сияқты мүжілген етсіз сүйекті лақтырып тұрады. Соған қарап санасам, зынданға түскенімізге 2 жұмадан көп болған сияқты. Ендігі күніміз не болсын деді, Сүлеймен көмілжіп шын шарасы жағдайға тап болғанын енді аңғарғандай. Алдағы күніміздің не болатынын білсем айтар едім ғой. Құдай басқа салса сол болар. Ең назалығы мыналардың қолынан өлу ғой. Бүйткенше далада кіммен болса да атысып өлген жақсы еді-ау. Қызылдар келіп мыналарды қырып салып, бізді құтқарып алса ғой деді Сүлейменнің жанында отырған кісі. Үмітіңнің зорын. Қызылдар келсе бізді де аямас.
Басмашылар сияқты біз де оларға жауымыз ғой деп басып тастады оны Төрегелді. Бұдан кейін әркім өз ойымен болып, зындан ішін меңіреу тыныштық жайлады. Аналардың не ойлағанын кім білсін, ғұмырында алғаш рет қамауға түскен Сүлейменнің көңіл күйі әлем-жәлем болып қатты торықты. Қауқарсыз халге түскеніне енді ғана көзі жеткендей, жан дүниесінің бұлқан-талқан шығарған ызалы ой жүрегін қарып, орнынан тұра сап, тар апан ішінде ары бері кезе бастады. Қап Құдай-ай, тордағы арыстандай бұлайша тулағанша, бағана басмашылармен алысып неге ғана өле салмадым деп іштей кіжінді. Жайшылықта тұла бойына сыймайтын ерен күшін енді қайда жұмсарын білмей, мына тас қамалды жалаң қолмен соққылап бұзып жарып тастағысы келді. Ау Төрегелді, бұл жерден құтылудың еш амалы жоқ па? 2 жұмадан бері амал таппай отырған жоқпыз ба? Бар үміт деп Төрегелді тағы бірдеңені айта бастағанда, төбеден біреулердің дабырласа сөйлескен дауыстары естілді. Іле-шала зындан аузына қойылған дәу тас орнынан қозғалды. Тағы біреуді әкелді ме? Жоқ, бізге ішер ас-ауқатымызды беретін уақыттары болды ма деді, Салықбай басын шалқайтып. Оған ешкім жауап қатпай, бәрі төбеге қарады. Дәу тас ашылғанда зындан ішіне бұрынғыдай жарық түскен жоқ. Демек мезгіл кешкі уақыт. Төбеден арқама мес секілді бірдеңе салбырап түсті. Ей қазақтар, атауларыңды алыңдар да жіпті шешіп жіберіңдер. Шетте отырған түркі мес аузындағы жіпті шешті. Бүгін бізге не берді екен? Күндегідей қатықсыз сорпасын тағы тастаған ба иттер? Не берсе де іше берейік. Ішегіміз жабысып қалмаса болды әйтеуір деп Төрегелді месті өзіне қарай жылжытты. Бұлар мес аузын сорып тамақтануға кіріскенде, дәу тас қайта жабылып төбе тым-тырыс болды да қалды. Сүлеймен местегі сорпадан ішпеді. Жиіркенбей іше бер Сүлеймен, әйтпесе аштан қатарсың деді Көкен. Мына жерден шығудың бір амалын табайық деді Сүлеймен, оған басқаша жауап қатып. Айтты қой саған, еш амал жоқ. Бар, мен бағана зынданға түсіп келе жатқанда байқадым. Зындан аузындағы тас доғалдау ернеулі тесікке кигізіледі екен. Егер ішкі жақтан сәл ғана итере алсақ, тас ары қарай домалап кетері хақ. Иә, қатты домалап кетпесе де адам сиярлықтай орын ашылуы мүмкін. Содан біреуіміз шығып, арқан сатыны бері қарай лақтырып жіберсек болады. Сен болмайтынды айтады екенсің. Ол тасқа дейін қалай жетеміз? Біріміздің иығымызға біріміз мінеміз Салықбай. Сен болмасаң басқамыз бір-бірімізді көтере алмаймыз ғой. Тоқта Салықбай. Шынында мынау жақсы ой айтып отыр. Осы жайы неге ойланбағанбыз ә? Бірақ төбедегі қарауылдарды қайтеміз. Әттең Төрегелді. Шолпан туатын таңғы мезгілді білмей қаламыз да. Әйтпесе олар таңғы ұйқыға бөгіп жатқанда іске кірісуімізге болатын еді. Мен ғой осы зындан түгілі айдыларда жатсам да, бір ұйықтасам өліктей болып ұйықтаймын. Ұйқысы сергек біреулерің бар ма араларыңда? Мен осында отырып күн мен түннің қай мезгілі болғанын ұйқымнан білемін. Жастайымнан аш бөрідей дала кезіп жүргеннен қалған дағды ғой. Түн жарым ауа 7 қарақшы сәл көмескі тартқан мезетте ұйқыға бас қоямын да, таңертең құстан бұрын оянамын. Сол дағдым бұл жерде де бұзылған жоқ. Байқап жатамын. Мен оянған соң 2 сағат өткенде ғана төбедегілер дүрсілдетіп ары бері жүре бастайды. Соған қарағанда мұндағылардың таң азанмен істейтін тірліктері жоқ-ау деді Төрегелді. Сөйтіп Сүлейменнің бастауымен әрқайсысы әртүрлі ой айтып, біраз уақыт қызына сөйлеп отырды да, ақыры қиялдарын іске асырмақ болып бекінді. Құс ұйқысы бар Төрегелдіге сенген бәрі, енді қашып шығудың қамына кірісіп, кім-кімнің иығына мініп әрекет істейтіндерін ақылдасты. Бәрінен дәу, әрі мықты Сүлейменнің иығына ұзын Көкен мінді. Оның иығына басқалардың көмегімен зорға шыққан Түркенің қолдары оп-оңай есік аузындағы тасқа жетті. Түрке тасты итеріп көріп еді, оның жылжитындай сыңайы бар екен.
Осылайша 3-4 мәрте жаттығу жасап алған бұлар, Құдай оңдап сыртқа шығатындай болсақ, таспен ұрасың ба, әлде буындырасың ба, әйтеуір алдымен қарауылдың көзін құрт. Оны істеу саған оңай. Бізді қашып шығады деген ой қаперлеріне де кіріп шықпаған олар ешбір секемсіз ұйықтайды. Содан соң арқан сатыны бері қарай тастап жіберсең болды. Арғы жағыда Құдайдың басқа салғанын көреміз. Айтпақшы, қарауылдарды жайғаған соң мылтықтарын алып дайын отыр. Кім біледі, қандай жағдайдың боларын. Түркені Төрегелді осылай қайта-қайта пысықтап, зынданнан тап қазір қашып шығатындай әсерде болған тұтқын қазақтар бойлары бір сәт жеңілдеп уайымсыз ұйқыға батты. Ақиқатында олардың ойлары сол түні оңай-ақ іске асты. Анша-мұнша түрткіге ояна бермейтін Сүлейменнің өзі басқалардан бұрын тұрып кетті. Ешқайсысы бір-біріне тіл қатпаған күйлері, етігін шешіп жалаң аяқтанған Көкен жүрелеп отырған Сүлейменнің иығына отырды. Екі қолын дуалға сүйеп еңкейіп тұрған оның иығына Түрке шықты. Сүлеймен болса екеуінің салмағын шыбын құрлы көрмей орнынан тұрғанда Түркенің қолы тасқа тиді. Ол бірден тасты сыртқа қарай итерді. Сәтін салғанда сырттан оңайлықпен ашыла қоймайтын тас ішкі жақтан оп-оңай ашылды. Оны кісі сиярлықтай етіп, орнынан жылжытып қойған ол төбе жақтан біраз тыңдап тұрды да, зындан түбіне қарай еңкейіп сыбырлады. Мен мына жерден қарманып шыға алмаспын сірә. Сүлеймен тағы бір кісіні көтер алса, арамыздағы салмағы жеңіл дөңбай менің иығыма мініп сыртқа шықсын. Мұны естіген Сүлеймен қайтадан жүрелеп отырды. Көкен мен Түрке жерге түспеді. Денесі шағын қағылез қимылды дөңбай тез-тез тұрмысып Түркенің иығына лезақ мінді де өрмелеп сыртқа кетті. Әлден соң түңк еткен дыбыс естіліп, арқан саты ішке шұбатыла түсті. Дөңбайдың ісін іштей ұққан тұтқындар дыбыс шығармастан жоғары көтерілді. Алдымен Түрке, одан соң Көкет пен Сүлеймен зынданнан сыртқа шығып, тас дуалды жағалай отырды. Содан соң Аяз бен Сиязбек, Төрегелді мен Салықбай қатарға қосылды. Зынданнан бәрі шыққан кезде қолтығына мылтық ұстаған дөңбай еңбектей жылжып, бұларға жақындады. Қарауыл біреу-ақ екен. Таспен ұрып сілесін қатырып тастадым. Енді анау шатқал аузына қарай жылжиық. Тұтқындар сол жаққа еңбектей жөнелді. Әп-сәтте шатқал аузына да келді. Тура шыға берісте арқаларын тасқа сүйеп алған екі кісі ұйықтап отыр. Дөңбай біреуін құлаштап соқты. Ол оны соққан кезде Сүлеймен екіншінің қақ маңдайынан қолының қырымен бір-ақ ұрды. Сорлы үн шығарып та үлгермеді. Тасқа жабысқан күйі қатты да қалды. Төрегелді екеуінің үсті басын тез-тез тінтіп, жарамды заттарын қойнына тықты. Мылтықтың бірін Сүлеймен, бірін Салықбай алып, бәрі дереу шатқалдан жүгіріп шықты. Ешқайсысы айнала қоршаған таудың ой-шұқырын жөнді білмесе де, әйтеуір осы басмашылардан үңгірден алыстап кетуді ойлап, алға ентелесті. Тау үшін таң жарығы енді ғана бозамыққа орап, құз бен жартас көзге айқын шалынарлықтай мезгіл еді бұл кез. Жаудан қашып құтылатынымыз тәуір-ақ, бірақ қарагер атымның солардың қолында қалып бара жатқан ішімді өртеп тұр. Атың құрысын Сүлеймен, амандық болса әлі талай ат мінерсің. Одан да ендігі күніміз не болмақ, соны ойлайық. Біз қамаған басмашыларға бұл таудың әр тасы, әр сайы жақсы таныс. Күн сәскеге көтерілмей-ақ олар бізді іздеуге шығады. Ал біз осы жаяу түрімізбен алысқа ұзап кете алмасымыз анық. Күншығысты бетке алып жүрсек, қырғыздарға қарай кетіп қаламыз. Ойпанға қарай кетсек, жазықта қызылдардың қолына түсу оңай. Сол себепті Құбылаға қарай ойса бергеніміз жөн-ау. Құбыла бізді Қоқанға апаратын үлкен жолға тап қылады. Менің ойым осы. Ал басқаларында кәне қандай ой бар? Төрегелдің сөзіне ешкім үн қатпады. Олардың үнсіздіктерін өзінің сөзіне көнгендігіне балаған ол тағы сөйледі. Қоқаннан басқа барар жеріміз жоқ. Тіпті ол жаққа жете алмағанның өзінде
Мына Сүлеймен айтқан Елсапа мен Қоратайды осы таудың бір жерінен кездестіріп қалуымыз кәдік. Жә, енді салаларың суға кетпесін. Бастысы зынданнан құтылдық. Олжамыз 3 мылтық. Бұл маңнан аман-есен ұзап кетсек, өле қоймаспыз. Жол таппай теңселіп тұрып қалған сұрақтарымыз бұл бір емес. Бұдан да қиын қыстау күндер ләш тапқанбыз. Мына шоқыны айналып жүре берейік. Артымыздан қуғыншы түссе мылтық атып, тас лақтыратын ыңғайлы жер табармыз. Уақытты созбай кетейік. Басқалары жақ ашпай оның соңынан ерді. Табаны қатпар-қатпар жайпақ тасты шоқыны айналып өткендерінде арт жақтан тасырлата шапқан аттың дыбыры естілді. Қашқындар шоқы етегіндегі оқшау-оқшау болып тұрған үшкір тастардың панасына тығылды. Салықпай атқанды құр жібермеуші едің ғой. Оқта мылтығыңды. Түрке сенде мұнда келіп, менің жаныма қатарласа отыр. Көкем мен Сүлеймен екеуің бір мылтыққа ие болыңдар. Қап Құдай-ай, бір биіктеу жерге шығып үлгере алмағанымызды қарашы, деді Төрекелді бұйрықты сөзіне өкініш араластыра. Бұлардың бақытына орай арттағы аттың дүбірі қуғыншылардың шабысы емес екен. Мылтық кезеніп жау күтіп жатқан шапқыншылардың көзіне ер-тоқымы алынбаған, жүгені мен шылбыры сүйретілген жалғыз қарагер ат көрінді. Жануар Сүлеймен тасасынан тығылып жатқан тасқа жақындап келді де оқыранып қойды. Ой айналайын қарагерім, бәсе, менен қалай ғана қалады деп ойлап едім, деп Сүлеймен қуанып орнына тұра бергенінде: ойбай жат, бұл басмашылардың әдейі істеп жатқан қулығы шығар, деп Көкен Сүлейменнің иығына жармасты. Қатардағы тастың иығында отырған Төрегелді мен Түрке жат деп сыбырлады. Лаж жоқ, Сүлеймен тас панасына қайта тығылды. Қарагер болса бұларды айналып өтіп, Сүлейменге жақындап келіп оның желкесінен иіскеледі. Сүлеймен оның тұмсығынан сипалады. Осылайша қашқындар қуғыншылардан секемденіп біраз уақыт жатқанымен, қарагер аттың артынан келген ешкім болмады. Ақыры оның артынан ешкім еріп келмегеніне көздері жеткен соң, ойпырмай,